Роберт Кийосаки, бай әке мен кедей әке. Бірінші бөлім. Менің екі әкем болатын, бай және жарлы. Бірі жоғары білімі бар, мәдениетті, атағы бар болған. 2 жылда 4 жылдық колледжді оқып бітірген. Одан кейін Стэнфорд университетіне, Чикаго және солтүстік батыс университетіне білімін шыңдауға кеткен болатын. Әрқашан стипендия алатын. Екінші әкенің білімі әлде қайда төмен еді. Екеуі де мансап қуып өмірлерін жұмысқа арнаған. Екеуінің де табысы бар, бірақ бірі өмір бойы ақша жетіспеушілігіне ұшырап отыратын. Екіншісі Гавайядағы ең бай адамға айналды. Бірі артынан 10 шақты миллион долларды қайырымдылық қорларын, мешітті, отбасына мирасқа қалдырып кетсе, екінші төленуге тиіс шоттарды қалдырып кетті. Екі әкем де мықты, ақылды, беделді болатын. Екеуі де өмірлік тәжірибеде жинаған ақылдарын айтып отыратын. Әрине, екеуі екі түрлі еді. Екеуі де білімді насихаттаған, бірақ білім алу курстары бір-біріне ұқсамайтын. Егер менің бір ғана әкем болғанда, оның айтқан өсиеттерін қабылдап немесе қажет етпейтін едім. Екі әкем бар болғандықтан, екеуінің айтқанын кері салмай, салыстырып, көп ойланып, содан кейін ғана шешім қабылдайтын әдет шығардым. Бар мәселе мынада еді. Бай әке әлі бай емес. Жарлы әке әлі жарлы болмағанында. Екеуі де енді мансап қуып, енді ақша және отбасы мәселесін шешуді бастап жатқандар. Ақшаға екеуі екі түрлі көзқарас танытатын. Бірі әкем ақшаға құнығу бар жамандықтың түбірі. Ал екінші әкем ақша жетіспеушілігі бар жамандықтың түбірі. Үлкен әсер ететін мықты екі әке бар жас өспірімге, яғни маған шешім қабылдау өте қиын болатын. Олардың көзқарасының айырмашылығы ақша мәселесі кезінде анық байқалатын. Мен екеуінің айтқанын, неге ол бұлай айтады, неге ана кісі секілді емес? Байдың баю, кедейдің кедейленуі, орта таптың қарыздан өмір бойы құтыла алмауы ақша ұстауды мектепте емес, үйде үйрететіндігінен. Көпшілік қауым ақша туралы мектепте емес, ата-анасынан үйренеді. Жарлы әке баласына ақша жайлы не деп ақыл алады. Ол жай ғана мектепте қалып сабағыңды жақсы оқы. Бала сабағын жақсы оқып қызылға бітірсе де, қаржылық шаруаларда оның миында еш білім болмайды. Ал уақытты ешкім кері бұра алмайды. Ақша тақырыбы мектептерде қозғалмайды. Мектептік және кәсіптік білімді насихаттайды. Біздің мемлекеттік қарызымыз жоғарыда отырған ақша жайлы түк білімі жоқ жоғары білімді саясаткерлер, үкіметтік шенеуліктердің арқасы. Бір әкемнің мынадай әдеті бар. Мен мынаған жағдайым жоқ. Ал екінші әкем мұндай сөздерден мүлдем айтқыздырмайды. Мына сөздерді қолданғаным дұрыс. Мына нәрсеге қолымды қалай жеткізем? Жақын арада байып кететін әкем кері сөйлегенде ми жұмысын тоқтатады. Егер сен мына нәрсені қолымды қалай жеткізем деп айтатын болсаң, миды жұмысқа дайындайсың. Болашақ бай әкем барлық нәрсеге қол жеткіземін деген ой болмаған. Ол жай ғана өзінің миын жаттықтыратын. Ми әлемдегі ең қатты компьютер емес пе? Ол ылғи менің миым күннен күнге қатаюда. Себебі мен миымды жаттықтырудамын. Миым мықты жұмыс істеген сайын мен көбірек табысқа кенелемін. Екі әкем де тынбай еңбек етумен болды.
бірі ақша мәселесі туындайды.